Ол өзінің көз ілінбес жылдамдығымен барлығынан асқан және де ауылға 9 құйрықты түлкі шабуылдаған кезде де ол оны үлкен ерлікпен жеңген. Ол 9 құйрықтың Наруто Узумаки, яғни өз баласын табыстаған. Сәлем достар, сіздермен мен аниме қызықтырады. Бүгін біз анимеде этостарында ең көп көрсетілген және анық көрсетілген Минатоны айтамыз. Және де ол анимеде басы дұрыс көрінбесе де аяқ жақтарында беттері анық көрсетілген. Және де дұрыстап көрсетілген. Оны 4-ші Хокаге бәрі сыйлаған және де мақтанышпен еске алған. Ханоканы бұндай жауыздан құтқарғаны үшін. Наруто мен Минато бір-біріне тіл жағынан ұқсаса да, бірақ Минато бала кезінде тұйық, шашы сары және де оғаштау көрінген. Және де ол Хокаге болуға тырысқан, елге адал еңбек еткен. Минато өз кезегінде өзінің 30 жылда бір келетін танытпан баламын деп санаған, және де оған Jiraiya әлемді құтқаратын бала деп ойлаған. Ол зерек, ақылды, данышпан балалардың бірі болған. Jiraiya оны сыйлаған және де өз шәкіртіндей қылған. Кушинаны жауыз шинобилер алып кеткенде, Минато оны бір өзі барып қырып тастаған және де ол екеуі бір сыныпта оқыған. Кушинаның Минатоға ұнайтын жері ол қызыл шаштары және мінезі ұнайды деп айтқан. Сол кезден бастап Минато мен Кушина нағыз жұп болған және де бір-бірін өте жақсы көрген. Кушина Минатоның қызы болғанынан жалығып, бұл екеуі кәдімгідей отбасы құрған. Кушина Минатоның аз ғана ғұмырында өте көп көрсетілген жан болып саналады. Және де 3 жылдың ішінде Расинган техникасын үйреткен және де ұрпақтан ұрпаққа сол Расинган техникасын Наруто Узумаки, яғни өз баласына да үйреткен. Минато өз командасын құрып үлгергенде Нохара Ринг, Учиха Обито, Какаши болған. Минато өз шәкірттерінің проблемасына жиі қарайды. 3-ші дүниежүзілік соғыста барлығы қиратылған кезде Минато бір өзі барып соларды жоспар құрып, командасымен жоспар құрған. Көпірді жарған. Және де мыңдаған шинобиларды бір өзі жеңген. Және де мыңдаған шинобилардан айырылған адамдар бейбіт келісімге қол қойған. Минатоға қайғылы хабар. Обито өлді. Дәл солай болашақта да болады деген сенген Минато. Және де Нохара Рингнен де айырылып қалды. Обитоның Киллер Бимен де көз байланыстырған және де олмен қырылған кезде Киллер Бидің өзінің жылдам екенін дәлелдеген. Барлық адам қаза тауып жатқан, бірақ сол кезде Минато Хокаге болған. Өз арманына